Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тирамисудың печеньесін жасап көрсететін боламын. Ол үшін 4 жұмыртқа, қант, ұн және де сахарный пудра қажет болады. Бірінші жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп аламыз. Одан соң қантымызды 2-ге бөліп сеуіп шығамыз. Және де бірінші тұқымның ағын жақсылап араластыратын боламыз. Осындай болып шығу керек. Қою болып, формадан осылай түспейтіндей болу қажет. Ал енді тұқымның сарысын жақсылап араластырамыз, кішкене көпіргенше. Осындай болып шығады. Енді тұқымның ағын алып, осы сарысына жақсылап салып аламыз барлығын. Енді астынан жоғарыға қарай араластыратын боламыз. Жақсылап араластыру керек. Араластырып болғаннан соң, ұнымызға разрыхителімізді салып, осылай 2 бөлшекке бөліп, астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Осындай консистенция шықты бізде. Ал енді формамызға пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды осылай салафанға салып, немесе формаға салып, осылай ұзыннан жағып шығатын боламыз. Пешімізді 180 градусқа қойып, кішкене қыздырып аламыз. 5-10 минут, кейбіреуде 15 минут пісуі мүмкін. Менде 10 минутта пісіп шықты. Қарап тұру керек. Біздің тирамисуға арналған печеньелеріміз дайын. Енді жасай берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде подписка жасап кетіңіздер.